Армысыздар қазақ елі. Мына намаз оқып жүрген кезде осы енді арабша оққасын, ол кілең арапқа басымыз кетіп жүрді ғой. Қорықсаң да арабша, шошып кетсең де арабша, қуансаң да арабша, түшкірсең де арабша. Арабтанып кетіп барады, айналып баратымыз арабтанып. Соң бір күні телевизордан көріп қалып, телевизордан армысыздар деп алмады. Bir жаныма жақын тарттым да, армысыздар, қайырлы күн. Сөйтіп қаттап кетіп содан кейін ізденіп тәңіршілер дегенді көрдім, тәңіршілер. Тәңір дегендерді. Енді бала кезімізден білеміз ғой, тәңірім деп әжелеріміз тәңірім деп сөйлейді, алла деген естіген жоқпыз. Мен құдай дегенді естідім, алла деген естіген жоқпын. Бер керекте осы 30 жылдықта болған шығар, алла деген. Оған дейін алла деген сөзді мен естімедім. Мен қазір 7 баланың әкесімін. 6 баланың немерем бар, атасымын. Алла деген сөзді естімеппін. Осы кез келген кезде, мына дін күшейе бастаған кезде естідім. Мен бұған дейін Алланы жаңағы Алапа Көтшібаны ғана білетінбіз қатында. Әншейін оған дейін мен Алланы білмейтінбіз, Құдай деп жүрдік. Әжелеріміз Тәңір деп жүрді. Сол айналып ойнап келгенде біздер намаз оқып жүргенде мен басым уже кетіп барады, арабтанып. Содан қорқып іздене бастап қазақ тәңіршей болғанын, Тәңір деп көк тәңірге табынғанын естідім. Ізденіп келгенде қазақ екенімізді білдік. Жаңа біреулер айтады, ата-бабаларың осы намазбен жүрді, Құранмен жүрді, араб болып кеткен жоқ қой деді. Олар араб болып кеткен жоқ, олар айтқан жоқ. Иншалла, машалла, тағы бірдеңе деп айтқан жоқ. Тек Құранын оқыды, қойды оқитын кезінде. Оны уағызын ағызып, уын ағызып, уағызын айтқан жоқ ешкім. Сол айналып келгенде не керек? Қазақ болып шықтық қой енді. Өзім қазір мен қуанам. Сол намазын тастап, араб тілінен ажырап, қазақ тіліне келіп, ана тілімді құрметтеуге мен бала-шағамды да соған тәрбиелеп отырмын қазір. Айтқызбаймын ешқайсысын да. Өйтіп керегі жоқ, Құдаймен қорқытып, Құранмен үркітіп адамдарды. Басым уже кетіп барады, арабтанып. Содан қорқып, іздене бастап қазақ тәңіршей болғанын, Тәңір деп көк тәңірге табынғанын естідім. Ізденіп келгенде қазақ екенімізді білдік. Жаңа біреулер айтады, ата-бабаларың осы намазбен жүрді, Құранмен жүрді, араб болып кеткен жоқ қой деді. Олар араб болып кеткен жоқ, олар айтқан жоқ. Иншалла, машалла, тағы бірдеңе деп айтқан жоқ. Тек Құранын оқыды, қойды оқитын кезінде. Оны уағызын ағызып, уын ағызып, уағызын айтқан жоқ ешкім. Сол айналып келгенде не керек? Қазақ болып шықтық қой енді. Өзім қазір мен қуанам. Сол намазын тастап, араб тілінен ажырап, қазақ тіліне келіп, ана тілімді құрметтеуге мен бала-шағамды да соған тәрбиелеп отырмын қазір. Айтқызбаймын ешқайсысын да. Өйтіп керегі жоқ, Құдаймен қорқытып, Құранмен үркітіп адамдарды. Жаңағы бишма, Омар Жәлел деген айтқан жоқ па? Тек ауру адам ғана сөйлейді өзге тілде дейді. Өз елінде жүріп, өзге тілде сөйлейтін адам ол ауру дейді. Арабша сөйлейтіндер онда ауру. Оның біреуі өзі айтып тұр солай. Мен шығарған жоқпын, оның өзін тыңдағанда. Сосын айтады, шайтан дейді. Шайтан ақылды дейді. Ол ақылды болғасын, жәннаттан қуылды дейді. Сонда ояқтан не кілем жәннатта тупойлар қалған ба сонда? Сонда тупойлар бар ма? Онда неге жәннатқа қызықтырады? Уағыз айтқанда миын ағызып адамның жәннатқа, өлімге тәрбиелейді олар. Кез келген имамдарды алып қарасаң, өлімге тәрбиелейді. Бұл өмір емес, өмір анаяқта. Бұны жарық дүниені қарқ қылып алайықшы. Ояққа барып келгендер айта алмайды, барып келген жоқ ояққа. Барып келсін, сосын барып айтсын, өліп тірілгендер болса. Мына жарық дүниені сыйлайық, өзіміздің отанымызды сыйлайық, қазақ елін сыйлайық, қазақ жерін сыйлайық, ана тілімізді сыйлайық. Жаңа орыстарға жабыла бермейік, арабшада сөйлеп баратырмыз, жалғыз орыс емес, арабшада сөйлеп баратыр қазір. Қазіргі жастардың бәрі арабша сөйлеп баратыр. Бәрін тазарымыз керек. Қазақ бірінші өзіміздің тілімізді, ана тілімізді сыйлайық, өзге тілді жайлап үйренеміз. Өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деймі? Сондықтан мен бірінші орынға ана тілімді қоямын. Сондықтан кейінгі жастарымды да ана тілін тәрбиелеуге шақырамын.